жайылуын болдырмау мақсатында еліміздегі жоба ашылды. Баршаларыңызға сәлем. Біз Ғани Мұратбаев атындағы ЖС гуманитарлық техникалық колледжінің студенттері жаһандық пандемияға айналған коронавирус індетімен күресу үшін елімізде төтенше жағдайдың жариялануына байланысты баршаларыңыздың үйде болуыңызды сұраймыз. Өзіміздің және өзгенің өмірін сақтап қалу мына менің және сіздің қолыңызда. Жақындарыңызбен, достарыңызға демеу болыңыздар. Келсе қарсы тұрып құлай берме. Ғани Мұратбаев атындағы ЖС гуманитарлық-техникалық колледжінің студенті Аралбаева Үміт. Мен болашақ программист ретінде айтарым, маған онлайн сабақ қиындық туғызған жоқ. Және де мен осы бағдарламалы бөліміндегі оқытушыларға мың алғыс айтамын. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. ТБ-18 тобының студенті Жұматай Диана. Біз мұғалімдерге алғысымыз шексіз. Мен болашақ программист Сапарбеков Алмас. Онлайн сабақтар ешқандай қиыншылық туғызған жоқ. Апайларымызға, мұғалімдерімізге және дәрігерлерге мыңдаған алғыс білдіремін. Еңсесін елдің мынау түсірмей, үмітінің отын жаққан. Бұл күні ақ халаттың ішінде әрбір күні өтіп жатқан. Жүр олар жақсылыққа жол сілтеп, қиындыққа көнбей мүлде. Біздерге үйде ғана болсын деп өз үйін көрмей жүрген. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына.